Ал, құрметті оқушылар, жаңағы жалпы жетілдіруші жаттығуларын аяқтадық. Енді негізгі кезеңге көшеміз. Бірінші жаттығуымыз біздің қабырғаға, егер біз мында шведский стенкаға істеп жатырмыз, егер үйлеріңде стенка жоқ болса, жай қабырғаға тұрып жасауға болады. Үйдегі жағдаймен. Сондықтан қабырғаға тұрасыңдар, алға қарай аяқтарыңмен жүгіресіңдер. Аяқтарың алға қарай жету керек, белдеріңе дейін. Аяқтарың түзу болу керек, қолдарың қабырғада болу керек, бастарың жоғары. Дем аламыз, жаттығу істеген соң кейін дем алып, қайтадан бір 5-10 секундтан кейін осыны 4 рет қайталаймыз. Сондықтан асықпай, тек қана дұрыс жаңағы мұғалімнің айтқан тапсырмасымен істесеңдер, бұл сендерге оңай болады. Құрметті оқушылар, өз үйдің жағдайы болғандықтан жаттығуды асықпаңдар. Аяқтарың жоғары, біркелкі. Артқа қарай аяқтарың түскенде кішкене артқа болу керек, қолдарың түзу болу керек, бастарыңды тік ұстау керек. Жалпы өзіміздің қауіпсіздік техника ережесін сақтауларың керек, үйде болсақ та, үйде істейтін жаттығулар болғандықтан. Оқушылар өте жақсы. Дем аламыз, қайтадан дем алып барып, осыны 4 рет жасаймыз дегенбіз. Біз 2 ретін жасадық, енді 3-ші рет жасаймыз. Асықпай дем алып аласыңдар, міне қайтадан қабырғаға тұрасыңдар, енді жаттығуды 3-ші рет жасайсыңдар. Аяқтарың артта, алға қарай көтергенде аяқтарың түзу болу керек, кезек-кезек айырбастап отыруларың керек, қолдарың түзу болу керек, бастарыңды жоғары көтеріп тұру керек, бастарыңды деңкейтуге болмайды, бастарыңды деңкейтіп тұрсаңдар, жаңағы қабырғаға бастарыңды соғып алуларың мүмкін. Сондықтан жаттығуды қалай мұғалім көрсетіп айтып тұр, солай жасайсыңдар. Енді соңғы біздің жаңағы неміз қалды, дем алып аламыз 10 секунд. Дем алып алғанда қолдарыңды жоғары көтеріп, қайтадан түсіресіңдер, қолдарыңды жоғары көтересіңдер, қайтадан түсіресіңдер. Осылай 10 секунд. Енді соңғы 4-ші жаттығуымызға көшеміз. Аяқтарың жоғары, түзу істейміз, аяқтарың жоғары. Тез-тез, мысал үшін жаңағы болған сайын тез-тез қимылдатып отыруға болады. Өте жақсы оқушылар, келесі жаттығуымыз. Ол жаңағы жаттығуды аяқтадық, енді келесі кезеңге көшеміз. Келесі кезең жаттығуды дайын болсаңдар, бастаймыз. Аяқтарың жоғары көтересіңдер, жоғары, өте жақсы. Қайтадан жасайсыңдар, неғұрлым жоғары көтерілсеңдер, бастарың жоғары көтеріліп тұру керек, аяқтарыңды екі аяқты қос аяқпен жоғары қарай секіріп жасауларың керек. Дем алып алыңдар, қайтадан міне, жоғары, тік, жоғары, өте дұрыс, өте жақсы. Аяқтарыңмен қолдарың біркелкі жоғары көтерілу керек. Аяқтарыңды қосып жоғары көтереміз, өте жақсы. Жаңағы мына жаттығуды үйде, жаңағы сендердің зал үйде жасауға болады, балалар үйінде жасауға болады, тек қана ешқандай не болмасын, сендерге бөгет жасайтын. Міне, өте жақсы, жоғары көтересіңдер аяқтарыңды, өте жақсы. Үйде жасағанда сендерге жан жақтарында ешқандай өздеріңе бөгет жасайтындай нәрселер болмасын, алыпсаңдар, кең болсын. Мысал үшін жаңағы оң жақ, сол жақта ешқандай өздеріңе әсер жасайтын болмау керек. Енді 4-ші рет жасаймыз жаттығуды. Асықпай жасаймыз, асықпаңдар, жоғары қарай тек қана көрдіңдер ме? Міне, допты алдыңдар, оңға жібердіңдер, солға жібердіңдер. Допты қағып алдыңдар, оңға жібердіңдер. Допты қағып алдыңдар, солға жібердіңдер. Допты қағып алдыңдар, солға жібердіңдер, оңға жібердіңдер. Өте дұрыс, асықпай жасаңдар. Міне, о допты жоғары алдыңдар, оңға, допты жоғары алдыңдар. Осы жасап жатқан жаңағы жаттығуымыз мынау баскетбол сабағына арналған. Сондықтан баскетбол сабағына арналғанда үйдеріңде егер доп болмаса, қолдарыңды жай ғана ұстап, жаңа ұстап жасай беруге болады. Бұл үйдегі істелетін жаттығу болғандықтан. Міне допты алдық, оңға, допты қағып алдық, солға, допты қағып алдық, оңға. Өте жақсы балалар, осылай допты қағып аламыз, қағып алдық, солға. Үйдеріңде доп болса тіпті жақсы, бұндай жаттығулар жасауға. Сондықтан егер доп болмаса, жаңа қолдарыңды дұрыс ұстап, доп ұстап тұрғандай болып, оңға, солға жаңа секіріп жаттығу жасауға болады. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз. Дем алып аламыз,
демалып, жаңа жаттығуларды бір жаттығуды аяқтаған соң кейін 10 минут, 10 секунд, 20 секунд демалып алуға болады. Келесі жаттығуымыз міне. Жүгіріп келдік. Жүгіріп келеміз. Оң жағынан жаңағы доптың кальцияға лақтырған ұқсатып, оң жағынан лақтырамыз. Сол жақ қолмен лақтырамыз, оң жақ қолмен лақтырамыз. Жүгіріп келіп, қос аяқпен секіріп, оң жақ қолмен лақтырамыз. Және де сол жақ қолмен, бір жақ жанымен лақтырамыз. Өте дұрыс жасап жатсыңдар. Міне, оң жағымен және жүгіріп келіп, сол жағымен жасаймыз. Жаттығуды жасаған кезде қолдарыңды түзу ұстап, міне оң жағына және сол жағымен жасауға болады. Өте жақсы балалар, дем аламыз, асықпаңдар. Әр жаттығуды жасаған соң кейін 10 секунд, жаңағы 5 секунд демалып алуға болады. Бір жаттығуды жасап, асықпай демалып алған соң кейін келесі жаттығуға көшуге болады. Балалар өте жақсы. Енді екі жаттығуымыз қалды. Соны орындауға дайындалыңыздар. Келесі жаттығуымыз. Жүгіріп келдік, лақтырамыз. Жүгіріп келдік, ақтырамыз. Бір жақ жанымен, жаңағы сендер допты кальцияға лақтырып тұрған ұқсап, бір жақ жанымен, оң жақ жанымен, сол жақ жағымен жүгіріп келіп, қос аяқпен секіріп жасайтын жаттығу. Өте дұрыс балалар. Жүгіріп келдік, келесі жағымен. Жүгіріп келдіңдер, оң жағымен лақтырыңдар. Жүгіріп келдіңдер, сол жағымен лақтырыңдар. Өте жақсы балалар, оқушылар. Осы жаттығуларды жасаған кезде сендер тағы да айтам, үйде жасайтын болғандықтан ешқандай қастарыңда артық нәрсе болмау керек. Жаңағы бірдеңеге сүрініп жығылатындай ештеңе болмау керек. Жасайтын жерлерің кең болу керек. Бұл жерді жаңағы өздерінің бөлмелерінде жасауға болады, кеңдеу, залда жасауға болады. Сондықтан демалып, асықпай, әр жаттығуды мұғалімнің айтқанымен жасап тұрсаңдар, сабағымыз жақсы өтеді деп ойлаймыз. Келесі демалып алыңдар 10 секунд. Келесі жаттығуымыз. Отырамыз, жоғары секіреміз, отырамыз. Осылай 4 рет істейміз бізде. Отырып секіріңдер, қайтадан демалып аласыңдар. Асықпаңдар, асықпай демалып аласыңдар да, осылай осыны 4 жаттығумен жасаймыз. 4 рет жасаймыз. 4 подход дейді. Сондықтан жаңағы отырып жоғары секіргенде жоғарыдағы жаңағы қауіпсіздік ережесін байқаңдар. Жоғары жақта сендерде жаңағы люстра тұруы мүмкін. Сондықтан секіргенде ешқандай қолдарыңда, аяқтарыңда ешқандай жерге тимеу керек. Қолдарың жоғары көтерілу керек, аяқтарың неғұрлым жоғары көтерсеңдер, сонда жаттығу дұрыс жасалады, оқушылар. 2 рет жасадық, енді 3-ші, 4-ші рет жасаймыз, сонымен жаңағы қорытындыға келеміз. Енді 2 рет қалды, демалып аламыз, асықпаймыз, демалып аламыз. Қолды оңға соңға, асықпай демалып аласыңдар. Тағы да жаттығуымызды бастаймыз, секіреміз. Өте дұрыс балалар, өте дұрыс. Жоғары қарай аяқтарың жоғары болу керек. Енді балалар, осымен демалып, осы жаңағы жаттығуларымыздың аяқталды. Сабақтарыңды осылай арғарай осы жағдайда жасай беріңдер. Өте дұрыс. Әрқашанда осы тапсырманы орындап, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.